Көптөгөн жумушчу мамандыктары қазіргі таңда жетіспейді. Жаңа менің алдымдағы әріптесім айтып өткендей, электромонтерлар, электрослесарьлар, жаңа электромонтер релейный защита автоматиканың, электромонтер связьдің жағынан, байланыс жағынан, және высоковольтный оборудованиялармен айналысатын электромонтерлар, және осындай инженерлер, мастерлер жетіспейді. Бүгінгі таңда, егер біздің өзіміздің ғана компанияны алатын болсақ, мына Шығыс Қазақстан облысында қыс мезгілінде 180, жаз мезгілінде 230-240-қа жуық адам жетіспейді. Ал қалған облыс көлемінде толығымен алып шығатын болсақ, 350-ге жуық адам жетіспейді. Өйткені бұның барлығы бізде әрбір маман иелері оқу бітіре кеп, жеңіл жұмыстарға кетіп қалғысы келеді. Бүгінгі таңда өте жақсы мына жоспарлар қабылданғаннан кейін, болашақта үздік жұмысшы, үздік инженер, үздік мастер деген атақтары болатын болғаннан кейін, азаматтар жоғарғы деңгейде жұмыс істей алады деп ойлаймын. Бұл бүгінгі болған жиналыстың қорытындысы, биылғы қабылдаған бұл жоспардың қорытындысы 1 жыл, 2 жылда бермейді, 3-4 жылдың көлемінде бұл өз жемісін береді деп ойлаймын.